Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен түймедақ шайы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Түймедақ романтика мен нәзіктіктің белгісі. Бірақ бұл әдемі гүл ғана емес, өсімдік керемет емдік қасиетке ие. Сондықтан түймедақ шайы дәстүрлі және халықтық медицинада кеңінен қолданылады. Ежелгі Ресейде де бұл хош иісті шөп қайнатпаларда, инфузияларда және кремдерде таптырмас ингредиент болды. Түймедақ шайын пайдалану соншалықты кен, жолдар тізімі шексіз. Бірақ ең тиімді және қызықты әдістерге тоқталайық. Түймедақ шайын дайындау үшін, егер бар болса, құрғақ және жаңа гүлдерді пайдалануға болады. Пайдалы сусынды тамақтанғаннан кейін 30-60 минуттан кейін және одан 2 сағат бұрын ішу ұсынылады. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің 1 шай қасығын 1 стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда 1 шай қасық бал қосып төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергек оянасыз. Түймедақ шайы диетадағы адамдарға пайдалы, себебі ол токсиндерді кетіреді және дененің қорғаныш функцияларын қамтиды. Оны жеткіліксіз тамақтану арқылы әлсіретуге болады. Түймедақ шайы бауыр мен өт қабын тазартқыш ретінде қолданылады. Бірақ үлкен мөлшерде дәрі ретінде оны кеңес бергеннен кейін және дәрігердің бақылауымен ішу керек. Түймедақ ас қорыту жолдарының инфекциясын азайтуға және ішек флорасына пайда келуге қабілетті. Бұл өз кезегінде іштің күйбілерін азайтуға көмектеседі. Осылайша, түймедақтың қасиеттері инфекциялық аурулардың алдын алып, қабыну жағдайларын әлсіретіп, иммундық жүйені қорғайды және нығайтады. Ескерту: басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлдем болмайды. Себебі, болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбаған абзал. Дегенмен, түймедақпен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды. Сіздер үшін дайындаған түймедақ туралы пайдалы ақпаратым осымен тамам. Пайдаларыңызға асырып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді астына қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.